достар, каалайсыңдар. Достар, өткен бөлімде мен тек қана выживание бастап жатқанмын. Бұл екінші бөлімі. Енді, тек қана выживание. Мен өзім үйімді таудың астында жасалатым, кішігірім қарапайым Испанияда. Достар, мына үйдің жасалатырым. Тек қана выживание екінші бөлім. Достар, подписаться етіп, лайк басып кетсіңіздер, достар. Көмектесіңіздер енді. 1000 подписчикка азақ қалды енді, достар. Подписаться етіп, лайк басып, арнаға жазылып кетіңіздер, достар. Біз тек выживание болады бұл. Мынаны істеп тастайық. Тек выживанияда өзіме үңгірдің астына үй жасалатырмын. Немесе үңгірдің, немесе жердің астына жасалған үйлер өте дұрыс болады, достар, выживанияда. Қазір азан болса, тез ағашқа барып келу керек. В общем, достар, ұйықтап алдым. Қазір енді костер анауына қойып қойдым. Қазір енді ағашқа баратырмын. Ағашқа барамын қазір. Бәрі өліп атыр, өліңдер. Ағашқа баратырмын. В общем, ана жақта асқабақтардың ар жағында бір ағаштар бар. Сояқтан көп қып ағаш алып алам. В общем, достар, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңдер, достар. Үйді енді бітірейін деп жатырмын. Тек қана выживанияда өмір сүріп жатырмын, достар. Майнкрафтта бұл жолы ар жаққа баратырық. Мына верстак қойып, анау істеп алғам. Аналар үшеуі жүр ғой. 3 моб. Мына балта бітейінді қапты, осы балтамен аласылайық. Ағаш жинаймыз. В общем, достар, біраз ағаш жинап алдым. Енді үйге қарай барамын. 1,5 топорым кетті уже. 1,5 стак. В общем, достар, выживанияның екінші часты бітті. Енді 3-ші часты күтіңдер. Оған дейін мен үйді бітіріп қоямын, достар. Сау болыңдар.